Достар, менің қазақша каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруға ұмытпаңыздар. Жаңадан отау құрған Айнұр мен Дамир үшін алғашқы айлар шаттыққа толы еді. Екеуі бір-бірін шын сүйіп қосылған, бір шаңырақ астында тәтті арман мен ғұмыр кешуді армандаған жас жұбайлар болатын. Бірақ олардың жанында бір үлкен кедергі тұрды, енесі Салиха. Салиха көпті көрген, мінезі ауыр, ешкімге сырын ашпайтын, бәрін бақылап жүретін әйел болатын. Күндіз келінін жылы қабақпен қарсы алып, қызым деп еркелеткенімен түн болғанда оның көзқарасы өзгеріп, түсініксіз қылық танытатын. Айнұр алғашында мән бермеді. Бірақ күн өткен сайын енесінің қасында өзін бір түрлі ыңғайсыз сезіне бастады, әсіресе түнде бөлмелеріне кірер алдында, дәлізде енесінің қараңғыда үнсіз тұрғанын көргенде жүрегі шымырлап кететін Айнұр, жарық сөнгеннен кейін есігіңді жаппай-ақ қой деп қоятын Салиха неге, апа деп таңданатын Айнұр жай ғана үйде бөтен дыбысты байқасам естіп қояйын деймін деген сылтау айтатын енесі. Айнұр сенгісі келді, бірақ жүрегі әлденені сезіп тұратын. Ал Дамир болса, Айнұр сенің ойың қисық. Ештеңеге мән берме деп жұбайын тыныштандырды. Алайда түнде бөлмелерінде жатып, енесінің баяу жүрісін, дәлізде күбірлеген сөздерін естіп жатқанда Айнұрдың ұйқысы қашатын. Бір түні Айнұр терең ұйықтап бара жатып, есіктің сықыр еткенін сезді. Қорыққаннан көзін ашпай жатып тыңдады. Бөлмеге кірген адамның қадамы анық естілді. Дамир терең ұйықтап жатқан. Ал Айнұрдың жүрегі дүрсілдеп қоя берді. «Балам!» деді таныс дауыс сыбырлап. Бұл енесінің дауысы еді. Айнұр селк етіп оянғандай болды, бірақ қозғалған жоқ. Тек сығалап қараса, Салиха есік аузында үнсіз тұрып, екеуіне қадала қарап тұр екен. Осы сәтте Айнұрдың бойын қорқыныш биледі. Енем бізді неге аңдып жүр? Оның мақсаты не? Деген ойлар мазалады. Келесі күні таңертең дастархан басында Салиха ештеңе болмағандай шай құйып отырды. Кешегі түндегі оқиға мүлдем болмағандай кейіп танытты. Айнұр болса бір шешімге келді. Ол енді түнгі уақытта енесінің әрекетін анық бақылама. Себебі бұл жай ғана әдет емес сияқты еді. Артында бір үлкен сыр жатқаны анық. Айнұрдың мазасы кеткені. Ол күндіз күліп жүргенімен түн бола бере жүрегі дүрсілдеп, қорқыныш билейтін. Енем түнде тағы да бөлмеге кіреме деген ой маза бермейтін. Сол түні Айнұр ояу жатты. Дамир болса қатты ұйықтап қалған. Түн ортасы ауа бере дәлізде баяу аяқ дыбысы естілді. Айнұрдың жүрегі атқақтап қоя берді. Есіктің сыртынан баяу күбірлеген сөздер жетті. «Дамир, Дамир, балам, сен менікісің?» Айнұрдың көздері шарасынан шықты. Ол көрпесін қымтанып қозғала алмай қалды. Есіктің саңылауынан түскен жарықтан енесінің көлеңкесі анық көрінді. Салиха үнсіз біраз тұрды да, кенет есіктің тұтқасын жай ғана ұстап көрді. Бірақ Айнұр дереу орнынан атып тұрып, «Кім ол?» деп қатты дауыстап жіберді. Есіктің ар жағынан абдыраған үн естілді. Салиха, қызым, мен ғой су ішіп шығып едім деп асығыс жауап берді де, дәлізден кетіп қалды. Айнұрдың бойын діріл басты. Бұл енді жай күдік емес, шындық. Енем бізді аңдып жүр. Бірақ не үшін деген ойға батты. Келесі күні таңертеңгілік шай үстінде Айнұр енесіне қарап сөз бастамақ болды. Бірақ Салиха жайбарақат шай құйып күлімсіреп отырғаны сондай, ештеңе айта алмады. Дамир жұмысына кеткесін, Айнұр батылданып, енесіне тік сұрақ қойды. «Апа, неге бізді түнде қарайсыз? Кеше сізді көрдім. Бөлмеміздің есігін ашпақ болдыңыз». Салиханың жүзі бір сәтке қап-қара боп, көзі от шашқандай болды. Бірақ тез жинап алып, «Әй қызым-ай, сенің қиялың жүйрік екен. Түнде ешкімге жақындаған жоқпын. Сен түс көрген шығарсың» деп қысқа қайырды.
Айнұрдың жүрегі мұздап сала берді, енесі бәрін жоққа шығарды, бірақ көзқарасы тым жұмбақ еді. Сол сәттен бастап Айнұр бір шешімге келді. Ол түнгі уақыттарда барлығын анық білу үшін жасырын жазып алатын диктофон орнатпақ болды. Өйткені енесінің әрекеті тек аңду емес, одан да терең, қараңғы бір құпияға ұқсап бара жатты. Айнұрдың бойындағы үрей күннен күнге күшейіп бара жатты. Түн сайын есік алдынан енесінің баяу қадамдары, түсініксіз күбірлері естіліп, көңілін алаңдатып қоятын. Бірақ ол Дамирге ештеңе айтпады. Себебі күйеуі бәрін апаның қылығы ғой деп жай ғана қабылдайтынын білді. Сол күндердің бірінде Айнұр қалаға шығып, шағын диктофон сатып алды. Енді дәлел өз қолында болады деп іштей бекінді. Ол кешкісін бөлмелеріне кірерде кішкентай құрылғыны шкафтың үстіне байқатпай қойып, жазуға қойып қойды. Түн ортасы ауғанда дәлізде тағы да баяу дыбыстар шықты. Жүрегі дүрсілдеп, тыңдап жатқан Айнұрдың құлағына есік тұтқасының баяу сықыры жетті. Дәл сол сәтте ол енесінің сыбырлаған үнін анық естіді. «Дамир, сен тек меніксің. Ешқашан кетпейсің». Айнұрдың төбе құйқасы шымырлап, денесі дірілдеп кетті. Бұл не сөз? Өз баласына осылай айтуға бола ма деп ойлады ол. Бірақ қорқыныштан қимылдамады. Келесі күні таңертең, Дамир жұмысына кеткен соң, Айнұр жазып алған дыбысты тыңдады. Диктофонда енесінің сыбырлаған сөздері анық естілді. Жүрегі атқақтап, көзінен жас парлап қоя берді. «Мен жалғыз емес екенімді дәлелдей аламын» деп өзін жұбатты. Бірақ ол бұл жазбаны бірден күйеуіне көрсетпеді. Өйткені Дамирдің реакциясын білмеді. Ол анасына сенеді, маған сенбейді деген ой жүрегін қинады. Сондықтан алдымен енесінің сырын анық білуді жөн көрді. Айнұр енді енесінің күндізгі іс-әрекетіне де жіті көңіл бөліп жүрді. Салиха күндіз жай ғана үй шаруасымен айналысып жүргендей көрінгенімен, кейде жалғыз қалған кезде айна алдында біртүрлі күбірлеп сөйлесіп тұратынын байқап қалды. Бұл әйелдің бойында бір құпия бар. Әйтеуір жай аңду емес деп ойлады келін. Кешкісін Дамир жұмыстан келген соң Айнұр сыр білдірмей енесінің қасында отырды. Бірақ Салиханың көзқарасы өзгеше еді. Бірде жұмсақ, бірде сұсты, кейде тіпті өз ұлына тым іңкәр көзбен қарағандай сезілетін. Мұны Айнұр жүрегімен сезді де, менің күдігім рас деген ойға бекіді. Түн ауа тағы да тыныштық орнады. Бірақ бұл жолы Айнұр ұйықтамады. Дамир тәтті ұйқыға кеткенде, өзі көрпесін қымтап, көзін сығырайтып енесін күте бастады. Бір уақытта дәлізде баяу қадамдар шықты. Салиха есіктің алдында біраз тұрды. Айнұр жүрегін қолымен қысып демін ішіне тартып тыңдады. Енесі есіктің тұтқасын ұстап тұрып сыбырлады. Дамир, сен мені ешқашан тастай алмайсың. Қанымда бар, сүйегімде бар. Бұл сөзді естігенде Айнұрдың бойы мұздап сала берді. Ол қимылдай алмай, қорқыныштан қатып қалды. Ертеңінде күндізгі уақытта Айнұр тағы да енесін бақылап отырды. Бір сәтте Салиха ескі сандықтың ішін ақтарып отырды. Айнұр байқатпай жақындап ішіне көз тастады. Сандық ішінде ескі хаттар, сарғайған суреттер, алдыңғы ұрпақтан қалған құжаттар бар екен. Бірақ бір хаттың сыртында Дамирдің аты жазулы тұрғанын көріп, Айнұрдың жүрегі тулап кетті. Ол хаттың ішін оқи алмады, өйткені енесі бірден сандықты жауып тастады. Бірақ енді бір нәрсе анық болды. Салиханың құпиясы тек түнгі аңдуда емес, Дамирдің шыққан тегіне, өткеніне байланысты сияқты еді. Айнұр өз-өзіне ант етті, не болса да осы құпияны ашамын. Әйтпесе менің өмірім тыныш болмайды. Айнұрдың бойындағы қорқыныш пен қызығушылық қатар арпалысып жатты. Ол бір жағынан енесінің түнгі қылықтарынан жүрегі шайлығып қорқып кетсе, екінші жағынан дәл сол қылықтардың астарында үлкен бір құпия барын сезіп, оны анықтауға тырысатын. Кешкісін Дамир жұмыстан кеш келді.
Ол шаршап шалдығып, бірден жатып қалды. Ал Айнұр болса, ойынан ештеңені шығара алмай отырды. Сол хатты оқысам ғой. Енем не жасырып жүр екен? Деп іштей мазасызданды. Түн ортасы ауғанда дәлізде тағы да қадамдар шықты. Бұл жолы Айнұр орнынан жайлап тұрып, шкаф үстіндегі диктофонды жақын қойды да көрпеге қайта кірді. Салиха есіктің тұтқасын ұстаған бойы ұзақ тұрды. Сосын сыбырлай бастады Дамир. Сен менің өмірімсің. Сен үшін бәріне дайынмын. Сен ешқашан мені тастамайсың. Бұл сөздер Айнұрдың жанына қанжардай қадалды. Бұл қалай мүмкін? Өз анасы баласын осылай деген ой жанын жаралап, көзіне жас үйірілді. Бірақ ол енді бір нәрсені түсінді. Енесінің сезімі қарапайым ананың сезімі емес, әлдеқайда қауіпті, бұрмаланған, жынданған бір сезім еді. Сол түні Айнұр ұйықтай алмады. Таңды әрең атырып, Дамирді жұмысқа шығарып салды. Енесі үйде жүргенімен, Айнұрдың көзі тек сандықта тұрды. Бүгін не де болса, сол хатты тауып оқуым керек деді іштей. Салиха ас үйге шығып кеткенде, Айнұр сандықты ашты. Оның қолы дірілдеп тұрды. Хаттың сырты сарғайып кеткен, бірақ анық жазумен Дамир деп жазылыпты. Айнұр хатты жайлап ашып оқи бастады. Онда жазылған сөздер оны селт еткізді. Дамир, сен менің мәңгілік махаббатымсың. Сен үшін бәрін жасаймын. Бізді ешкім айыра алмайды. Егер біреу бізге кедергі болса, ол тірі қалмайды. Айнұрдың денесі мұздап кетті. Бұл хатты кім жазды? Егер бұл енемнің қолтаңбасы болса, онда жағдай тіпті қорқынышты. Сол сәтте дәлізден аяқ дыбысы шықты. Айнұр хатты тез бүктеп сандыққа қайта салып үлгерді. Есіктен Салиха кіріп келді. Оның көзқарасы бір түрлі еді. Күдіктенгендей, қызым, не істеп отырсың деді ол суық үнмен. Ештеңе, апа, жай ғана жинастырып жатырмын деді Айнұр дірілдеген дауысымен. Салиха үнсіз ғана ұзақ қарап тұрды да кетіп қалды. Бірақ Айнұр оның көзқарасынан бәрін сезді. Енесі бір нәрсені біліп қойғандай еді. Осыдан кейін үйдің іші бұрынғыдай тыныш болмай қалды. Салиха күндіз күлімдеп жүргенімен көзқарасы күдікті, салқын тартып кеткен еді. Айнұр болса, әр қимылынан қорқып, күйеуіне ештеңе айта алмай жүрді. Бір күні кешке Дамир жұмыстан кеш келді де, шаршап диванға қисайды. Айнұр оған қарап, Дамир, біз бөлек шықсақ қайтеді деп абайлап сұрады. Неге ондай ой айтасың апам, жалғыз қалса қайтеді деді Дамир таңырқап. Білмеймін. Мен өзіміз ғана тұрғанда қалар едім деді Айнұр жалтақтап. Бірақ Дамир ол әңгімені қабылдағысы келмеді. Апам бізге ештеңе істемейді, сен қиялшылсың деп күлді де қойды. Сол түні Айнұр тағы да ұйықтай алмай жатты. Кенет бөлме есігі жайлап ашылды. Бұл жолы енесі кіріп келді де төсектің қасына жақындады. Айнұрдың жүрегі тоқтап қала жаздады. Салиха ұйықтап жатқан ұлының маңдайынан сипап сыбырлады. Дамирім, сен тек меніксің, анаңның махаббаты мәңгілік. Айнұрдың көзі шарасынан шықты. Ол қозғала алмай, қорқыныштан қатып қалғандай болды. Ал Салиха ұлын сүйіп алып, баяу шығып кетті. Таң атқанда Айнұр шыдай алмады. Ол қайтадан диктофонды тыңдады. Онда енесінің сыбырлаған сөздері анық жазылыпты. Бұл жолы дәлел тіпті күштірек еді. Айнұр енді бір шешімге келді. Ол бұл жазбаны Дамирге көрсетуге тиіс. Өйткені енесінің қылығы барған сайын шектен шығып бара жатты. Бірақ ол жазбаны күйеуіне көрсеткенде, Дамир не істейді, оған сене ме, әлде анамды жамандап отырсың деп керісінше Айнұрға шүйіле ме? Айнұр қатты ойланды. Не болса да айтуым керек. Әйтпесе бір күні бұл әйел бізді мүлде ажыратып тынады деді іштей. Айнұрдың жүрегі дүрсілдеп, алақаны тершіп кетті. Бүгін не де болса Дамирге бәрін айтуым керек деп өзін қайрап отырды.
Таңғы ас үстінде Дамирге тесіле қарап, не айтарын ойлап отырғанда, Салиханың жай ғана күліп шай құйып отырған түрі одан сайын қорқынышты көрінді. Ол бәрін біліп қойды ма? Әлде әдейі сыр білдірмей отыр ма? Деп күдіктенді. Дамир жұмысына кеткесін, Айнұр диктофонды қолына алып, тағы бір рет тыңдады. Ондағы енесінің сыбырлаған сөздері, ұлын сипап, сүйгені анық естіліп тұр. Жүрегі ауырып кетті. Бірақ дәл осы жазба оған ең үлкен дәлел еді. Кешке Дамир келген соң, Айнұр батылданып сөз бастады. Дамир, сен маған сенесің бе деді ол күмілжіп. Әрине, сен менің әйелімсің ғой. Неге олай сұрайсың деді Дамир таңырқап. Онда тыңдашы деп диктофонды қосты. Кішкентай бөлме іші үнсіз болып, тек енесінің сыбырлаған сөздері шықты. Дамир, сен тек меніксің, менің махаббатымсың, ешқашан тастамайсың. Дамирдің өңі қашып кетті. Ол сенбей диктофонды қолына алып, қайта-қайта тыңдады. Бұл не? Бұл қалай деді ол көзі шарасынан шығып. Сен енді көрдің бе, мен жалғыз емес екенімді дәлелдедім. Апаң бізді аңдып жүр. Оның махаббаты дұрыс емес деді Айнұр көзіне жас алып. Дамир басын ұстап біраз үнсіз отырды. Жоқ. Мүмкін бұл жай түсініспеушілік шығар. Апа бізді қатты жақсы көреді. Деп өзін жұбатқысы келді. Бірақ даусы сенімсіз шықты. Айнұр күйеуінің қиналып отырғанын түсінді. Бірақ бір нәрсе анық еді. Енді ол да күмәндана бастады. Сол түні Дамир алғаш рет ұйықтай алмай шықты. Анасының есік алдында тұрғанын талай рет естіп жүрсе де, мән бермейтін. Енді ол құлағының түбінде естілген сыбыр сөздерді диктофоннан тыңдап отырғандай болды. Келесі күні таңертеңгілік ас үстінде бәрі үнсіз отырды. Айнұр енесіне қарай алмады. Дамир де тұнжырап отырды. Ал Салиха болса, ештеңе болмағандай жайдары кейіп танытып, шай құйып отырды. Бірақ оның көзіндегі мұздай салқындықты Айнұр да, Дамир де анық сезді. Балам, кешегі жұмысың қалай өтті деп әдеттегідей жай ғана сұрады. Салиха жақсы, апа деді Дамир қысқа ғана жауап беріп. Үстел үстінде мұздай тыныштық орнады. Кешкісін Дамир мен Айнұр бөлмеде жалғыз қалғанда Дамир күбірлеп сөйледі. Мүмкін біз бөлек шыққанымыз дұрыс шығар. Айнұрдың жүрегі атқақтап кетті. Ол осы сөзді талай күтті емес пе? Иә, Дамир, мен де солай ойлаймын. Бірақ қалай айтамыз? Апаң ренжіп қалады ғой деді ол абайлап. Қалай болғанда да ол бізге кедергі болып барады. Оның қылығы. Дамир сөзін жалғастыра алмай басын шайқады. Сол түні олар алғаш рет бөлмелерінің есігін іштен кілттеп қойды. Бірақ бұл шешім Салиханы одан сайын ашуландырғандай болды. Дәлізде аяқ дыбысы қаттырақ естіліп, тұтқаны тартып, тіпті сықырлатып көрді. Дамир, есігіңді ашшы деген сыбыр естілді. Айнұр күйеуінің қолынан қысып ұстап тыңда, сенің көзің жетсін дегендей болды. Дамирдің жүрегі дүрсілдеп, маңдайынан суық тер шығып кетті. Бұл енді жай ғана қиял емес еді. Бұл шындық еді. Таңертең болғанда Салиха ас үйде күлімдеп жүрді. Бірақ Айнұр оның көзінен бір түрлі ашу мен жек көрушілікті көрді. Енді ол жасырмайды. Ашық айқас басталғалы тұрғанда еді. Айнұр іштей бекінді. Не болса да, енемнің құпиясын толық ашамын. Оның бұл қылығы бізді тозаққа апарады. Бұған жол бермеуің керек. Таңертеңгілік ас үстінде бәрі үнсіз отырды. Есіктің кілтін сындырып тастағанын көрсе де, Салиха ештеңе болмағандай күлімдеп шай құйып отырды. Бірақ оның көзіне мұздай суықтық пен жасырын ыза сезіліп тұрды. Айнұр шыдай алмай Дамирге сыбырлап, біз бұл үйден кетуіміз керек деді. Дамир көзін тайдырып, иә. Бірақ қалай? Апамды жалғыз қалдыра алмаймын деді қиналып. Айнұрдың жүрегі ауырып кетті. Ол әлі де анасы деп сеніп отыр.
Бірақ бұл әйелдің не істейтінін білмейді ғой деп ойлады. Кешкісін Айнұр қайтадан сандықты ақтармақ болды. Бұл жолы ол құжаттарды мұқият қарады. Ішінен ескі күнделік тапты. Күнделік беттері сарғайып кеткен. Онда Салиханың қолымен жазылған жазбалар бар еді. Мен оны ешкімге бермеймін. Ол менікі. Ол менің өмірімнің жалғызы. Егер бір күні басқаға кетіп қалса, мен бұған шыдамаймын. Қолымнан бәрі келеді. Өлімде мен үшін кедергі емес. Айнұрдың денесі дір ете қалды. Бұл жай ғана ананың жазбасы емес, ауру адамның сандырағы еді. Күнделікпен бірге ескі суреттер де шықты. Бір суретте жас әйел құшағында кішкентай баланы ұстап тұр. Артқы бетінде Сәуле және Дамир 1996 жыл деп жазылыпты. Айнұрдың күдігі шындыққа айналды. Дамирдің шын анасы басқа әйел. Ал Салиха тек оны тартып алған. Осы сәтте есік ашылып, бөлмеге Салиха кірді. Айнұр күнделікті тез жаба қойды. Бірақ енесі бәрін сезіп қойғандай, суық көзбен ұзақ қарап тұрды. Сен көп сұрақ қойып жүрсің, қызым. Кейде сұраққа жауап тапқаннан гөрі білмей жүрген жақсы болады деді жай ғана. Бұл сөздер Айнұрдың жүрегін мұздай қарып өтті. Сол түні Айнұр көз іле алмады. Жанында жатқан Дамир бейқам ұйықтап жатыр. Ал оның жан дүниесі астан кестен болып, ойы сан тарапқа бөлінді. Енемнің құпиясын ашып қойдым. Бірақ енді ол маған тыныштық бермейді. Ол бізді ешқашан қоя салмайды. Түн ортасы ауғанда дәлізде қайтадан аяқ дыбысы шықты. Бұл жолы ол бұрынғыдай жай басқан жоқ, асығыс әрі ызалы еді. Есік тұтқасы қатты сықырлады. Дамир. Есігіңді аш деген сыбыр емес, ашулы дауыс шықты. Айнұр күйеуін оятпақ болып, иығынан түртті. Дамир оянып, не болып жатқанын түсінбей қалды. Есіктің ар жағынан анасының ашулы даусы қайта шықты. Сен меніксің, балам. Мені тастай алмайсың. Дамир селк етіп төсектен атып тұрды. Апа. Не айтып тұрсыз деп айқайлады ол. Бөлме іші тыныштыққа бөленді. Салиха ештеңе деместен қадам басып дәлізден кетіп қалды. Бірақ оның артынан есік қатты тарс етіп жабылды. Айнұрдың денесі дірілдеп, көзінен жас сорғалады. Көрдің бе, енді ол сені әдеттегідей жақсы көріп жүрген жоқ. Бұл ауру махаббат. Дамир деді сыбырлап. Дамир қолын басына қойып, үнсіз тұра берді. Оның өмірі аяқ асты төңкеріліп түскендей болды. Бір жағынан туғандай болған анасы, екінші жағынан шындығын ашқан жұбайы. Қайсына сенерін білмей, жүрегі жараланды. Сол түні олар ұйықтай алмады. Бірақ екеуінің көзінен бір-ақ ой оқылды. Бұл үйде оларды үлкен қауіп күтіп тұр. Келесі күндері үйдің ауасы тіпті ауырлап кетті. Дамир таңертең жұмысқа кетсе де, көңілсіз, басы қашан көрінбейтін ойларға толып жүрді. Ал Айнұр үшін әрбір сағат азапқа айналды. Ол күнделікті көз алдында айналдырған қайнағындай көрінген енесін енді жанына қатер төндіретін жау санай бастады. Салиха болса, бәрін сезетіндей, бірақ сыр бермей жүрді. Айнұрдың әр қадамын аңдып, ас үйде жүргенде көз алмай қарап тұрады. Кейде есік сыртынан сығалап, қайтадан үнсіз кетіп қалады. Бір күні Айнұр абайсызда енесінің бөлмесінен күбірлеген даусын естіді. Есік жартылай ашық екен. Салиха айна алдында сөйлеп тұр. Сен ешқашан менен кетпейсің, балам. Сен меніксің. Анау қатынды көрдің бе? Ол сенің жолыңды кесіп отыр. Бірақ мен жол бермеймін. Айнұрдың төбе шашы тік тұрды. Бұл кісі шынымен есінен ауысқан ба? Деп ойлады ол. Бірақ дәл осы сәтте ене артына бұрылып, Айнұрды байқап қалды. Қарағым, тыңдап тұрсың ба деді салқын жымиып. Жоқ, жай өтіп бара жатыр едім деді Айнұр дірілдеп. Ене жақындап келіп, қолынан ұстай алды.
Оның қолы мұздай суық екен, есіңде болсын, келін. Дамирді менен ешкім тартып ала алмайды. Ол сенің күйеуің емес, ол менің өмірім. Бұл сөздер Айнұрдың жанына шоқ болып қадалды. Ол бөлмеден шығып кеткенімен жүрегі атша тулап, тынысы тарылды. Сол түні ол Дамирге бәрін айтып салды. Енесінің айна алдында сөйлегенін, өзім баламды тартып алдың деп айыптағанын. Бірақ Дамир сенгісі келмеді. Жоқ, Айнұр. Мүмкін ол жай өз-өзімен сөйлеп отырған шығар, жасы келген адам ғой деп жұбатты. Айнұр күйеуінің сөзінен жаны ауырды. Ол әлі де анасына сенеді. Ал мен жалғызбын деген ойдан көзіне жас толды. Айнұрдың қорқынышы күшейген сайын енесінің әрекеттері де шектен шыға бастады. Бірде түн ортасында Айнұр ас үйге су ішуге шықты. Қараңғы дәлізде кенет Салихамен бетпе-бет келіп қалды. Оның қолында ас үй пышағы бар еді. Айнұр, не істеп жүрсің деді ол көзін сығырайтып. Су ішпек едім деді Айнұр дірілдеп. Су ішесің бе, әлде біреудің жүрегін қақ бөлуге дайындалып жүрсің бе деді Салиха мырс етіп. Айнұрдың денесі қалшылдап кетті. Ол шегіне беріп, бөлмесіне қарай қаша жөнелді. Ал енесі артынан қарап тұрып, пышақты үстелге қоя салды. Келесі күні Айнұр тағы бір сұмдықты байқады. Салиха дастархан жайып отырып, әдейі оған ғана шай құйып берді. Дамир жұмысқа кетіп қалған болатын. Айнұр кесені қолына ала бергенде шайдың бетінде бір түрлі ұнтақ қалқып жүргенін байқап қалды. Жүрегі тарс ете қалды. Ол кесені орнына қойып, енесіне тіктеп қарады. Бұл не? Салиха жай ғана жымиды. Сенің денсаулығыңа пайдалы дәрі ғой. Әлсіреп жүрген сияқтысың. Айнұрдың қолы дірілдеп, кесені кері итерді. Мен ішпеймін деді. Салиха оның көзіне ұзақ қарап тұрды. Көздерінде ашу да, жан күйзелісі де бар еді. Ішпесең, ішпе. Бірақ сенің орның бұл үйде жоқ екенін ұмытпа. Айнұр бөлмесіне кіріп жылап жіберді. Мен мұнда қалсам, ол мені өлтіреді. Бірақ Дамирге қалай айтамын? Ол сенбейді. Ал менің қолымда дәлел жоқ. Бойын қорқыныш билесе де, бір шешімге келді. Ол енесінің қулығын әшкерелеу үшін бір амал табуы керек еді. Айнұр енді шынымен қорқатын болды. Ол күні бойы енесінің әрбір қимылын бақылап, өзін-өзі сақтыққа шақырып жүрді. Бірақ Дамирге бар шындығын айтуға жүрегі дауаламайтын. Анасы ауру десе, ол сенбей қалады, тіпті өзіне ренжіп шығуы мүмкін. Сондықтан дәлел іздеуді бастады. Ол телефонын қалтасына салып, диктофонды қосып жүретін болды. Бір күні енесі ас үйде тағы да өзі-өзімен сөйлеп отырды. Балам, сен меніксің. Сенің орның менің жанымда. Ол қатынды бір күні өз аяғымен қуа шығарамын. Тіпті қажет болса, жердің астына жіберемін. Бұл сөздер диктофонға анық жазылды. Айнұрдың жүрегі алып ұшып, қуанып та, қорқып та қалды. Міне дәлел, бірақ мұны Дамирге қашан көрсетемін деп ойлады. Сол түні енесі тағы да дәлізде пайда болды. Бұл жолы ол тіпті есікті тарсылдатып, Дамир, аш есігіңді. Сен ол қатынмен жатпа, сен меніксің деп айқайлады. Айнұр қатты шошып бірден телефонды қосып үлгерді. Бәрі жазылды. Дамир оянып есікті ашпақ болғанда, Айнұр қолынан ұстап қалды. Ашпа деді жалынып, өз құлағыңмен естіп тұрсың ғой. Дамирдің өңі бозарып кетті. Ол анасының сөзін естігенде, жүрегі қақ айырылғандай болды. Бұл не? Бұл шынымен апам ба? Әлде мен елестетіп тұрмын ба? Деп іштей қиналды. Ол есікті ашпады. Ал сыртта Салиха біраз айқайлап тұрып, ақыры баспалдақпен төмен түсіп кетті. Бірақ кетерінде қаттырақ естілген бір сөз қалдырды. Сен бәрібір меніксің. Балам. Ертеңіне Дамир жұмысқа кетерде Айнұрға ұзақ қарап тұрды.
Оның жанары қиналысқа толы еді. Айнұр, сен дұрыс айтқан екенсің. Анам өзгеріп кеткен сияқты. Бәлкім, ол бұрыннан осындай болған шығар, мен тек байқамаған шығармын деді. Айнұр көз жасын тия алмай күйеуін құшақтап алды. Біз мұнда қала алмаймыз, Дамир. Біз кетпесек, ол бізді жібермейді. Дамир үнсіз қалды. Оның жүрегін аяусыз екіге қақ бөлген сезім арпалысып жатты. Бір жағында өмірін сыйлаған, ана деп жүрген адамы, екінші жағында өмірлік серігі Айнұр. Осы оймен ол жұмысына кетті. Ал Айнұр үйде енесімен жалғыз қалды. Салиха жай ғана күлімдеп жүрді, бірақ оның көздерінде бір түрлі жынданған жалын ойнап тұрды. Түске таман Салиха келінін ас үйге шақырып алды. Қарағым, кешегі әңгіме үшін кешірші, мүмкін артық кеткен шығармын, бүгін бірге шай ішейік деді. Айнұрдың жүрегі зу ете қалды. Ол кесеге қайта қарап еді, тағы да бетіндегі түсініксіз ұнтақты байқап қалды. Қолын соза бергенде, кенеттен есіктен Дамир кіріп келді. Ол бүгін жұмыстан ерте қайтыпты. Дамир кесеге көз тастап, сосын анасына қарады. Бұл не, деді қатқыл үнмен. Салиха сасқалақтап қалды. Дәрі ғой. Айнұрдың әлсіреп жүргенін көріп жүрмін. Дамир кесені қолына алып, үстелге тарс еткізіп қойды. Болды, апа. Мен бәрін түсіндім. Сен бізді өлтіріп тынбасаң, тынышталмайсың. Салиханың өңі өзгеріп, көзі алайып кетті. Сен не айтып тұрсың, балам? Мен бәрін сен үшін жасап жүрмін. Ол сені менен тартып алып жатыр деп айқайлап жіберді. Үйдің іші астан-кестен болды. Дамирдің жүрегі қан жылап, ол анасының көзіндегі жынды жалынды анық көрді. Бұл енді апам емес, бұл бөтен адам деген ой жанын қинады. Дамир анасының айқайын естіген сайын жүрегі қайырылды. Бірақ енді бәрін түсінді. Оның анаға деген махаббаты қалыпты аналық сезім емес, шектен шыққан тәуелділік екен. Сол түні Дамир шешімді бір жола қабылдады. Айнұрға қарап, біз кетеміз, бұл үйде қалсақ, өміріміз қыршыннан қиылады деді. Айнұр қуанып та қорқып та қалды. Екеуі жасырын дайындала бастады. Бірақ Салихада қарап жатқан жоқ еді. Ол ұлының бөлмесіне кіріп көз жасын көлдетіп, сен мені тастай алмайсың, балам. Сен кетсең, мен өмір сүрмеймін деді. Дамир басын төмен салбыратып, апа, мен сені жақсы көремін. Бірақ менің әйелім бар. Бұл менің өмірім, менің отбасым. Салиха оның қолынан ұстап алып, тізерлей кетті. Жоқ. Сен кетсең, мен сендерді де, өзімді де өлтіремін, деді ышқына. Бұл сөз Дамирді шошытып жіберді. Ол Айнұрды ертіп дереу бөлмеден шығып кетті. Бірақ артта қалған Салиханың көзінде ашу оты маздап тұрды. Таң ата бере Дамир Айнұрды көлікке отырғызып жолға шықпақ болды. Бірақ дәл сол сәтте Салиха алдынан тосып шыға келді. Қолында сол баяғы пышақ. Сен ешқайда кетпейсің, деді ол айқайлап. Сен меніксің. Айнұр жан даусымен шыңғырып жіберді. Дамир анасының қолын ұстап, пышақты тартып алмақ болды. Екеуі арпалысып жатқанда Салиха кенет көз жасына тұншығып, сен менің жалғызымсың. Сенсіз мен кіммін деп өксіп жіберді. Дамир пышақты қолынан жұлып алды да, анасының қолын қапсыра ұстады. Апа, сен бізді жоғалтпау үшін бәрін жасап жүрмін деп ойлайсың. Бірақ сен бізді осылай жоғалтып жатырсың. Салиха құлап бара жатып жерге отыра кетті. Оның көзіне жас үйірілді. Бірақ жынданған жүзі әлі де басылмаған еді. Жоқ, сен меніксің, мәңгі меніксің. Дамирдің жүрегі қарс айырылды. Ол енді шешімін өзгертпейтінін білді. Айнұрды жетектеп көлікке отырды. Салиха болса үйдің алдында құлап, айқайлап қала берді. Жолға шыққан екеуі артқа қарағанда үй терезесінде енесінің елесі сияқты бейне әлі қарап тұрғандай көрінді.
Көлік үйден ұзап кеткен сайын Айнұрдың бойын жеңілдік билегендей болды. Бірақ сол жеңілдікпен бірге жүрегінде үрейде ұялады. Бұл бітті ме? Әлде енді ғана басталды ма деген ой маза бермеді. Дамир жол бойы үнсіз отырды. Оның жан дүниесі алай-дүлей. Артта қалған анасының бейнесі көз алдынан кетпей қойды. Ол шынымен жынды болып кеткен бе, әлде мен оның жанын жаралап қойдым ба деген ой жанын жегідей жеді. Дамир, біз енді ешқашан ол үйге бармаймыз, солай ма деді. Айнұр ақырын, иә бармаймыз. Бірақ апамды жалғыз тастап кеткендей болып тұрмын. Бұл жүрегімді ауыртады деп күрсінді ол. Айнұр оның қолынан ұстап, сенің жаныңда мен бармын. Біз енді отбасымызды құруға міндеттіміз. Бірақ егер бізді қайтып іздеп келсе ше, деді күдіктене. Дамирдің жүзі қатайып кетті. Егер ол бізді табуға тырысса, онда мен амалсыз заңға жүгінемін. Осылай олар қаладағы шағын пәтерге көшіп келді. Көрпе жастық, азын-аулақ киімдері ғана бар. Бірақ Айнұр үшін бұл жер бейбіттік мекені секілді көрінді. Ол ұзақ уақыттан кейін алғаш рет тыныш ұйықтай алатындай болды. Алайда бұл тыныштық көпке созылмады. Бірнеше күннен кейін кешкісін есік қағылды. Айнұрдың жүрегі селт ете қалды. Ол келді ме? Деген ой маза бермеді. Бірақ есікті ашса көршісі екен. Жүрегі орнына түскенімен ішкі түйсігі әлі де мазасыз еді. Сол түні түсінде Салиханы көрді. Қолында пышақ ұстап, сен оны тартып алдың, мен сені кешірмеймін деп айқайлап жатыр. Шошып оянып кеткен Айнұр күйеуіне жабыса түсті. Дамир болса оны құшағына қысып, бәрі артта қалды деп жұбатты. Бірақ екеуі де жүректерінде бір нәрсенің әлі де бітпегенін сезіп тұрды. Келесі күндері Айнұр пәтерге үйрене бастады. Көршілермен танысып дүкенге барып, жаңа өмірге қадам жасағандай болды, бірақ Дамирдің жан дүниесі орнына келмей-ақ қойды. Ол жұмысқа барса да көңілсіз, үйге келсе де ойлы. Кешкісін теледидар қарап отырған сәтте, оның телефоны шырылдады. Нөмірді көргенде жүрегі шым ете қалды. Бұл анасының нөмірі еді. Дамир біраз ойланып барып ғана тұтқаны көтерді. Балам, сен қайдасың деген Салиханың әлсіз даусы естілді. Апа, біз бөлек кеттік. Енді бірге тұрмаймыз, деді Дамир. Жоқ, сен мені тастай алмайсың. Сен менікісің деп дауыс көтере бастады анасы. Дамир тұтқаны қоя салды. Қолдары дірілдеп, көздері жасаурап кетті. Ол мені жібермейді, деді сыбырлап. Айнұр оны құшақтап, ол сенің анаң. Бірақ бізді өмір бойы қорқытып ұстауға хақысы жоқ. Біз енді өз өмірімізді сүреміз, деді. Сол түні олар тағы да ұйықтай алмады. Дамирдің телефонына қайта-қайта хабарламалар келе берді. Сен қайдасың, үйге қайт, ол сені менен тартып алды деген мазасыз хаттар. Айнұр да тынышталмады. Әр дыбыстан селк етіп, есік қақса жүрегі дүрсілдеп кетеді. Ол бізді табады. Ол тынышталмайды деген ішкі қорқыныш үнемі артында жүргендей болды. Таңертең терезеден қарағанда подъезд алдында бір көлеңке тұрғанын байқады. Ұзын көйлек киген әйелдің сұлбасы. Айнұрдың жүрегі тоқтап қала жаздады. Бұл ол көзін сүртіп қайта қарады, бірақ ешкім жоқ. Бірақ түйсігі алдамады. Салиха іздеп келуге дайындалып жүр. Айнұрдың түйсігі алдамапты. Сол күннен кейін олар пәтердің маңынан әлсін-әлі бір көлеңкені байқап жүрді. Терезеден қараса, алыста бір әйел бейнесі көрінеді, жақындап қалса жоқ болады. Бірақ оның жүріс-тұрысы, иығын тік ұстайтыны Салиханың өз екеніне күмән қалдырмайтын. Айнұрдың қорқынышы күшейе түсті. Дамирге айтқанымен, ол мүмкін, басқа біреу шығар деп жұбатады. Бірақ іштей өзі де күдіктенетін.
Кешкісін дүкеннен қайтып келе жатқанда, Айнұрдың соңынан біреу ергендей болды. Қадам дыбысы анық естіліп тұрды. Ол жүрісін жылдамдатқанда артыншағы да адымын жиілетті. Кенеттен артына бұрылып қараса, қара көлеңке кіреберіске сүңгіп кетті. Үйге кіріп қалтырап отырған Айнұрға Дамир қатты ашуланды. Сен қорқынышпен өзіңді жеп барасың. Мүмкін ол да қиналып жүрген шығар. Бізге де өзіне де ауыр. Айнұр көз жасын сүртті. Жоқ, Дамир. Ол бізді жай қинап жүрген жоқ. Ол қауіпті. Сен соны мойындағың келмей. Осы әңгімеден кейін олардың арасында салқындық орнай бастады. Дамир анасына аяушылық танытса, Айнұр тек қауіп көреді. Бұл екеуінің арасына сынадай қадалып, күн сайын алыстата түсті. Бір күні түн ортасында есік қағылды. Айнұрдың жүрегі аузына тығылды. Дамир есікті ашты. Алдында Салиха тұр еді. Шашағарып, жүзі шаршаңқы, бірақ көздерінде бұрынғыдан да күштірек от бар. Балам, деді ол жылағандай үнмен. Сен неге менен қашасың? Мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Айнұр артына жасырынды. Бірақ Салиха оны байқап қалып, сенің кесіріңнен деп айқайлап жіберді. Дамир анасының қолынан ұстап, есіктен сыртқа шығарды. Апа, кетіңіз. Бізге тыныштық беріңіз. Салиха басын шайқап, көз жасын сүртіп тұрып, жоқ, сен бәрібір маған қайтасың. Ол қатынды тастайсың, деді де, қараңғы түнге сіңіп кетті. Айнұрдың бойын қайтадан үрей биледі. Бұл әйел енді тоқтамайды. Келесі күндері Дамирдің телефоны тыныштық көрмеді. Анасы қоңырау шалудан шаршамайтын болды. Бірде жылап сөйлейді, бірде ашуланып боқтап шығады. Бірде өмірім сенсіз мәнсіз деп жалбарынады, екінші күні сол қатынды өлтіріп тынамын деп қорқытады. Дамирдің жүйкесі сыр беріп, жұмысында да үйінде де ашуланып кетті. Айнұрға айқайлап алатын сәттері көбейді. Бірақ ішкі жан күйзелісін Айнұр жақсы түсінді. Ол анасы мен әйелі арасында қақ айырылып бара жатты. Дамир, біз полицияға баруымыз керек. Оның қоқан-лоқысы тым қауіпті, деді Айнұр бір күні батылданып. Жоқ. Ол менің анам ғой. Қалайша мен өз анамды соттатамын, деді Дамир қатқыл үнмен. Айнұр жылап жіберді. Сонда менің өмірім, менің қауіпсіздігім сен үшін маңызды емес пе? Сен анаңды қорғаштай бер. Ал мен бір күні жер астына түсіп кетсем, сонда ғана өкінесің. Бұл сөз Дамирдің жүрегіне найзадай қадалды. Бірақ ол әлі де шешім қабылдай алмады. Кешкісін Айнұр жалғыз қалғанда, есіктің саңылауынан бір көлеңке қимылдағандай болды. Ол үрейленіп телефонын алып бейнекамераны қосты. Дәлізге шыққанда бір сөмке қойылыпты. Айнұр сөмкені ашып қалса, ішінен қанға боялған қуыршақ шығып тұр. Жүрегі тоқтап қала жаздады. Бұл анық Салиханың ескертуі еді. Айнұр сөмкені Дамирге көрсеткенде, ол да өңі қашып кетті. Бұл енді шектен шыққандық, деді ол сыбырлап. Сол түні екеуі мүлдем ұйықтай алмады. Терезеден біреу қарап тұрғандай сезіліп, әр дыбыс қорқынышқа толы болды. Айнұр Дамирге сыбырлап айтты, бізді тоқтатпайды. Ол бізді қудалай береді. Біз не қашып кетуіміз керек, не оны бір жола тоқтатудың амалын табуымыз керек. Дамир мен Айнұр жаңа өмірге қадам басқанымен, өткеннің көлеңкесі екеуін жібермей қойғандай болды. Әсіресе түн сайын Салиханың бейнесі түсіне еніп, Дамирді оятып жіберетін. Анасының көзіндегі шектен шыққан махаббат пен ашудың бейнесі жанын жаралай берді. Айнұр болса, жаңа ортаға бейімделіп, кішкентай пәтерді өз қолымен сәндеп, нағыз үйге айналдырды. Ол барынша жарын қолдап, ауыр ойдан арылтуға тырысатын. Бірақ Дамирдің жан жарасы тым терең еді.
Bir күні кешкі ас үстінде Айнұр оның қолын ұстап, біз өткенді ұмыта алмаймыз. Бірақ алға жүруіміз керек. Баламызды осы уайыммен өсірсек, оған да қасірет жүктейміз, енді бәрін жүрек түкпірінде қалдырайықшы деді. Дамир үнсіз отырып қалды. Көз алдынан анасының бейнесі жылт ете түсті. Бірақ ол Айнұрға қарап, дұрыс айтасың. Біз өткенді емес, болашақты ойлауымыз керек. Баламызға бақыт сыйлауымыз керек деді. Сол түні екеуі бір-біріне қайтадан берік болуға серттесті. Дамир алғаш рет шын мәнінде жеңілде еркін тыныс алғандай болды. Алайда Салиханың тағдыры басқаша өрбіді. Көршілерінің айтуынша, ол ауылда жалғыз қалған, күні бойы ұлын жоқтап, қараңғы терезенің алдында отырады екен, оның жалғыз жұбанышы қолындағы ескі суреттер мен жалғыздыққа толы көз жасы ғана еді. Уақыт өте келе Дамир мен Айнұр ата-ана атанды. Балаларына қарап отырып, олар бір нәрсені түсінді. Ата-ананың махаббаты балаға қанат бітіруі тиіс, байлап қою емес. Дамир іштей анасын кешірді. Оның ессіз қылығының түбінде шексіз махаббат жатқанын енді ғана ұқты. Бірақ ол махаббатты дұрыс жеткізе алмай, өз өмірінде, баласының өмірінде улап алған еді. Солайша бұл оқиға екеуіне мәңгі сабақ болды. Нағыз отбасы сенім мен еркіндікте. Махаббат еркін болғанда ғана шынайы. Әңгіменің соңы.